Оқу мақсаттары. Бірінші оқу мақсаты. Бұрыштың радиандық өлшемі ұғымын біледі. Градусты радианға және керісінше айналдыра біледі. Біз осы оқу мақсатына сәйкес есептер шығарамыз. Екінші оқу мақсаты. Бірлік шеңбердің бойынан осы бұрыштарға сәйкес нүктелерді белгілейміз. Бұл суретте бірлік шеңбер кескінделген. Оң жағында градустық өлшеммен, ал сол жағында радиандық өлшеммен берілген. Бұрыштың радиандық өлшемі деп осы бұрышты құрайтын шеңбер доғасының ұзындығының оның радиусына қатынасын айтады. Ондай болса, біз кез келген бұрышты алып көрейік. Мысал ретінде, мен 180 градусты алайын, жазық бұрышты. Осы бұрышты құрайтын шеңбер доғасының ұзындығы дейді. Ондай болса, осы 180 градусты қоршап тұрған доға шеңбердің периметрдің жартысы болып тұр. Бізде шеңбер периметрдің формуласы 2πr болатын. Ондай болса, жарты шеңбердің ұзындығы неге тең болады? Осы 2πr'дің жартысы πr болады. Бұл осы 180 градусқа сәйкес доғаның ұзындығы. Оның радиусқа қатынасы дейді. Демек, πr'ді біз радиусқа бөлеміз. Бұла не келіп шығады? Радиус пен радиус қысқарса, π-ға тең. Сонда біз 180 градустың π-ға тең екенін біле аламыз. Теңдіктің сол жағында бұрыш градустық өлшеммен берілген, ал оң жағында радиандық өлшеммен берілген. Мына суретке қарасаңыздар, 180 градусқа сәйкес радиан π-ға тең болып тұр. Ал енді бір радиан қанша градусқа тең деген сұраққа жауап берейік. Бізде 1π 180 градусқа тең болып тұр. Ондай болса, бір радиан тең болады 180 градусты π-ға бөлеміз. Мына π көбейтіліп тұр. Оң жағына теңдіктің ауысқан кезде бөлінеді. 180 бөлінген 3/114-ке тең π. Бөлсек, бұл жерде шамамен жуықтап алғанда 57 градус шығады. Демек, бір радиан 57 градусқа тең. Бірінші есеп. Радиандық өлшемдерді градустық өлшемге ауыстырыңыз. Бұл кестенің үстінде радиандық өлшемдіктері берілген. Біз астына градустық өлшемдерін жазуымыз керек. Біз 1π-дің 180 градусқа тең екендігін білеміз. Ондай болса, радианды градусқа ауыстырғанда π-дің орнына 180-ді қойсақ болды. π-дің орнына 180-ді қойсам, 180 бөлінген 3. Сонда бұл жерде 60 градус шығады. Демек, π бөлінген 3 60 градусқа тең. Екінші есепте 180 бөлінген 6 30 градус. Үшінші есепте 180 4 пен 180-ді қысқартамыз. 45 градус. 135 градус болады екен. 4-тен 3 π. Екі мен 180-ді қысқартамыз. 90. 270 градус. Соңғы есепте 180-ді 12-ге бөлсек,
15 градус шығады. Екінші есеп. Бұл жерде керісінше градустық өлшемдерді радиандық өлшемдерге ауыстырамыз. Бұл есепті шығару үшін біз алдымен 180 градус пиға тең болса, 1 градусымыз қанша радианға тең? Соны табу керек. 180-ге мына жерге 1-ді көбейтіп берейік. Ал 180-ді мына жаққа жіберсек, пи бөлінген 180 болады. Ондай болса, біз осы теңдікті қолданып 15 градустың қанша радианға тең екендігін таба аламыз. 15 градус тең болады. Көбейтеміз. Пи бөлінген 180-ді. 15 пен 180 қысқарады. 1, мына жерде 12. 12-ден пи шықты. Демек, 15 градус пи бөлінген 12-ге тең екен. Екінші есепте 30 градус. Бірінші есеп болсын. Екінші есеп. 30 градусты да көбейтеміз. Пи бөлінген 180-ге. Қысқарады. Бұл жерде 6 қалады. Демек, 6-дан пиға тең. Үшінші есеп. 60 градусты да көбейтеміз. Үштен пи болады. Төртінші есепте. 0 мен 0 қысар кетсін. 12 мен 8-ді нешеге бөлеміз? 6-ға бөлейік. Сонда мына жерде 2 қалады, мына жерде 3 қалады. Демек, 3-тен 2 пи. Бесінші есеп. 240 градусты көбейтеміз. Пи бөлінген 180. Нөлдерін қысартайық. 18 мен 24-ті 6-ға бөлсек, 3 қалады, мына жерде 4 қалады. Демек, жауабы 3-тен 4 пи болады. Егер бұрыштың бастапқы сәулесі X осінің бойымен 0-дің оң жағында жатса, ал оның төбесі координаталар басында орналасса, онда бұрыш Декарттық координаталар жүйесінде стандартты түрде орналасқан. Бұрышты сағат тілінің бағытына қарсы бұрғаннан пайда болған бұрыш оң бұрыш, ал сағат тілінің бойымен бұрғанда пайда болатын бұрыш теріс бұрыш деп аталады. Берілген бұрыштарды қарастырайық.